Сәлеметсіздер ме? Бүгін еңбек.kz порталы туралы айтатын боламыз. Ең бірінші өзіміз регистрация жасаған номерімізді және паролімізді теріп, кіру батырмасын басамыз. Содан кейін міне қызметтер дегенде өзіңіз кәсіби бағдар, мемлекеттік қызметтер, онлайн қызметтер, соның ішінде мемлекеттік қызметтерді таңдап, мемлекеттік жұмыстарды қарауыңызға болады. Яғни өзіңіздің қаланы немесе облысты тұрғылықты жеріңізді таңдап іздеуіңізге болады. Және де онлайн оқыту, онлайн қызметтер, қоныс аудару, жұмыспен қамту бойынша қызметтер, кәсіби бағдар талдау, мамандық атластары, жұмыспен қамту бойынша қызметтер, жекеше агенттіктері бар, яғни халықты жұмыспен қамту орталықтары. Осы туралы толық білгіңіз келсе, білу деп басасыз. Бос жұмыс орындары, мысалы Астана қаласы, Алматы ауданын таңдайық. Содан кейін қандай кәсіби сала, жұмыс тәртібі, білімі барлығын таңдаймыз. Мысалы Алматы ауданы, яғни 572 мемлекеттік қызметке орындар бар екен, бос жұмыс орындары бар екен. Соған мысалы қандай сала, медицина ма, өндіріс па, қаржы ма таңдайсыз. Толық немесе толық емес жұмыс тәртібі астына түсесіз. Білімі, жоғары оқу немесе техникалық және кәсіби. Жұмыспен қамту, яғни түрі тұрақты ма, әлде тұрақсыз ба? Тұрақты болса, тұрақты деп басасыз. Және жұмыс тәжірибесі неше жыл? 1-3 жыл деп таңдайық. Астына түсе бересіз. Мейіргер 100 000 теңгеден бастап әйел денсаулығының клиникасы дейді. 5 январь 2023 жарияланды. Сонда таңдайсыз. Енді мұнда жұмыссыз ретінде тіркелуге болады. Егер сіз жұмыссыз ретінде тіркелсеңіз, онда әлеуметтік төлемдер аласыз. Ол үшін ең бірінші жұмыссыз ретінде тіркелу керек. Ол қай жерден өтесіз? Кабинетіңізге кіріп, менің кабинетім деген басасыз. Жұмыс іздеуші, яғни иіңізді тересіз. Сақтау деп басып, мемлекеттік қызметтер дегенге өтесіз. Жұмыссыздық деп жазылып тұрады, яғни жұмыс іздеп жүрген адам, жұмыссыз ретінде тіркелу. Жеке бас деректер жинау және өңдеуге келісемін деп қол қоясыз. Пакетпен немесе QR-код немесе SMS арқылы жіберуіңізге болады. Сол кодты теріп кіресіз. Содан кейін жұмыссыз ретінде тіркелесіз. Ол барлық автоматты түрде сіздің иіңізді тексеру арқылы шығарып береді. Мен мысалы жұмыспен қамтылғандықтан жұмыссыз ретінде тіркеле алмаймын. Жұмыссыз ретінде тіркелмейтіндер олар студенттер, және де зейнетақыға шыққан, зейнет жасындағы адамдар, сонымен қоса епісі бар адамдар, бжт төлейтіндер, осылар тіркеле алмайды. Жұмыссыз ретінде тіркелу арқылы әлеуметтік көмек аласыз, яғни мемлекеттік көмек ақша түрінде аласыз.